Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه كريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Құрметті жамағат, Алла Тағала Бақара сүресінде былай деп айтады: Ей пайғамбар, оларға былай де: егер ақиреттегі мекен жаннат ол тек өздеріне ғана лайықты болса, өздеріне ғана тән болса, және сендерден басқа ешкімге лайықты болмаса, онда өздеріне өлім тілеңдер, егер шыншыл болсаңдар, деп айтады екен. Құрметті жамағат, бұл аяттың түсуіне себеп болған нәрсе сол пайғамбарымыздың пайғамбарлық уақытындағы өмір сүрген яһудилерге қатысты еді. Ол кезде пайғамбарымызға уахи келіп, құран түсіп, аяттары келген сәтте момын мұсылмандар сол сәтте оған иман келтіріп, сол бұйрықтарды қабыл ететін еді. Сондай-ақ ол құран аяттарында жаннатқа, тозаққа қатысты аяттар келетін еді. Жаннат иелері кімдер, тозақ иелері кімдер екені туралы баян етілетін еді. Алайда яһудилер сол сәтте ол нәрсені қабылдамастан өздерін ғана жаннатқа лайықты санап, қалған үмметтерді, қалған адамзатты тозақы деп есептейтін еді. Яғни жаннатқа кіретіндер тек біз ғанамыз деп жар салып, қалғандарын менсінбестен олардың барлығы жаннат емес тозаққа барады деп ойлайтын еді. Және сөйтіп ойлап, және солай айтуларының өздерінің дұрыс еместігін іштей олар сезіп білетін еді. Және Алла Тағала Құран кәрімде осы аятты жіберу арқылы Мұхаммед пайғамбарға Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, оларға айт, кәне егер олар шыншыл болса, айтып жатқан сөздері рас болса, онда өздеріне өлім тілесін. Өлім арқылы олар егер жаннатқа шынайы лайық болса, онда тезірек жаннатқа барады емес пе? Деп осы аятты жіберген екен, құрметті жамағат. Сондықтан біздің мұсылман үмметін жаннаттың кім екенін, жаннатқа лайықты кім екендігін біз Құран арқылы білеміз. Және тозаққа лайықты кім екенін Құрандағы Алла Тағала баян еткен аяттар арқылы, сипаттар арқылы біледі екенбіз. Яғни Аллаға шынайы иман келтіріп, Мұхаммед пайғамбар, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, ақырғы пайғамбар, Алланың елшісі құлы екеніне иман келтіре отырып, Алланың жіберген Құранын хақ етіп, сол Құранмен және де пайғамбарымыздың шара жолы сүннетпен жүруіміз арқылы біз ақиқатқа жететінімізді және жаннатқа ие бола алатынымызға үміт ететінімізді біз ұмытпайық. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.